Бірінші тапсырмада біз қазір мына жерде біз әріптер берген осының арасында біз балық деген сөзді тауып алу керек. Иә? Нешеуі бар балық деген сөз, соның асын сызыққан оқимыз. Қане, иә, асын сызыққанда да бастаймыз. Уақыт орындаймыз міне. Сағат кетеді міне, бастаймыз. Бастайық. Арпа, сары, ойна, саба, қара, таға, сала, бақа, кеме, айна, мата, шана, ат. Баста. Ағаш, арпа, сары, ойна, сапа, қара, таға, сала, бақа, кеме, айна, мата, шана, атта. Айман, әйнек, арман, әсем, бақ, дән, қармақ, кәмпит, әткеншек, пайдалы, әдемі, әртүрлі, арғымақ, асық, мақта, мәнді, маймыл, мәңгі, жапырақ, жайлау, жәрдем, жазира, майда, тәрелке, тәртіп, тарақ, тамыр, топырақ, сәлем. Айман, әйнек, арман, әсем, дақ, дән, қармақ, кәмпит, әткеншек, пайдалы, әдемі, әртүрлі, арғымақ, асық, мақта, мәнді, маймыл, мәңгі, жапырақ, жайлау, жәрдем, жазира, майда, тәрелке, тәртіп, тарақ, тамыр, топырақ, сәлем. Жақсы. Бір минут 4 секунд. Кеттік. Сауысқан, найра, жел, қасқыр, сандық, көктем, сөнек, есік, көйлек, қазақ, лас, темір, ыстық, кеме, асық, тас. Жақсы, 45 секунд, иә. Бірақ ішінде сен қазір қате оқыған сөзден бір қазір оны іздейміз, жарай ма? Сауысқан, айран, жел, қасқыр, сандық, көктем, сөмке, есік, көйлек, қағаз, сал, лас, темір, ыстық, кеме, асық, тас. 3, 4, 5, жақсы. 38 секунд жазалайық. Мен бүгін ерте тұрдым, және де шай тамағымды ішіп мектепке бардым. Мен кітапханаға барып, қызықты, өзіме ұнаған кітапты тауып алдым. Оның ішінде мүйізді жылғы туралы, әуе шар туралы, қызықты ақпарат және де қамал туралы оқыдым. Бұл кітап маған өте қызықты болды. Маған бұл кітап ұнады. Мен оны көп оқыдым және де бұл кітапты түсіндім. Маған бұл кітап ұнады. Мен таңертең тұрып, тамаша үйді ішіп алып мектепке бардым. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Сабақ аяқталған соң мен кітаптарымды салып жиналдым. Сол кезде кешке үйге келіп жатқан кезде түсімде мүйізді жылқыны және әуе шарын, қамалды көрдім. Және кешке далаға шығып едім, аспанда жұлдыздарды көрдім.